20 ғасырдан 21 ғасырға қарай өткеннен кейін 22 жыл тартылған ауыз су сол әлі бізде тұрақты келмейді. Күндіз бізге болар болмас келеді дағы, түнгісін ошын жауып тастайды. Мына келешекте алдымыз қыс, біз мұз тон, қар тонға да біз қалай суға, ауыз суға жарайды екенбіз. Сауран ауданының әкімі Мақсат Асылбекұлының халықпен есептік кездесу өтуде. Бүгін Оранғай ауылдық округінде өткен кездесуде мәселелер мен халықтың назары ауылдың шынайы ахуалын көрсетті. Баяндамалар аяқталған соң сөз тізгінін халық алды. Тұрғындардың сөзі ауыр, жан айқайы да ашық болды. Сол мұсыр сайдың бәрі мұсыр қазір еріңіздің өзі отыр. Қасысында штраф саламыз. Машинасы барлар қалаға апарып тастайды. Сұрақ білейін енді кентауда, сұрақ білейін мен кентауда қандай дел бар. Енді әлеумет орын ремонт жасалып жатыр ғой, машина жүрмейді бізге, садиктің машинасы да кірмейді, жолдарымыз жаман деп. Жаңағы балдар сабақтан келген кезде қатты енді айта алмаймын енді. Өте көбейіп кеткен. Шыңғорған көшесі. Үшінші мектептің алдында қазір визолот тұрмақ келген көрсетейін. Не су жоқ, не жарығы жоқ, не жолынан мардымсыз. Бізде Қазақстан азамат емеспіз бе? Ел көшіп жатыр, ауыл қаңырап барады деді тұрғындардың басым бөлігі. Ал аудан әкімі Мақсат Асылбекұлы ауыл әкімімен жалпы жауапты бөлім басшыларына бір қатар тапсырмалар берумен ғана шектелді. Сіздің өтінішіңіз бойынша жолды көрдім. Тасы бар екен, ешқандай жарамсыз күйге түспеген, сондықтан біз тас көшеден бас тартып отырмыз. Бұл бойынша қазір біздің тұрғын үй коммунал шаруашылық бөлім басшысы қысқаша баяндап жіберсін, одан кейін ары қарай қалған мәселелерді талқылайтын боламыз. Абоненттердің ящикті орнататын құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Сондай осы мердігер тарапынан қазір жылдың соңына дейін құру жоспарлануда. Материал жағынан қиындықтар туындамаса, толық аяқтауға әрекет жасап отыр. Алайда әкімнің тапсырмасынан гөрі ауылдағы халықтың жүзі мен дауысы көбірек әсер қалдырды. Жарықсыз, сусыз, жолсыз өмірге үйреніп кеткен жұрттың үміті сөзде емес, істе. Ауылдың жанындағы полигон жабылмай тұр. Маңайда жабайы аң көбейіп, түнде жарық болмаған соң тұрғындар сасық еске тұншығып отыратынында жасырмады халық. Сол мұсыр сайдың бәрі мұсыр қазір еріңіздің өзі отыр. Қасысында штраф саламыз. Машинасы барлар қалаға апарып тастайды. Мәселеге Оранғайдың үшіге өтіп тастайды. Машинасы жоқтарын бір сайға апарып тастамады. Жақсы. Сол мәселелерді айтып берсеңіз. жарық дүние керек қой бәрімізге. Біздің ауылдың светі неден атабайдан аламыз. Жардай ремонт жасадық. Енді тағы да 2 күндер өшіп қала береді. Отыр әкімін жақсы біледі. Оны бір соған бір жәрдем берсең айналайын. Себебі біздің Бостандық елді мекенінің егістік формалы жерінде 200 гектар жер бар, бірақ келетін ardымыздың бәрінде оқпан бар. Шүрден түскен жерде оқпан, ол судың 60% жоқ болып келеді. Ал одан кейін бер жағы талас болады. Сосын судың мәселесі жөнінде август басталмай біз су жауып қояды. Сонда ауыл шаруашылығы несінде 120 күн сонда дақыл пішеді ғой, шала пішеді ғой, осыған көңіл аударсаңыз. Берік мырзаға Бостанды елді мекенінде Мұстапа Қазбек деген көше бар. Бастан аяқ ұзақ. Менің үйім 30-шы үй. Шешем үйім 87-шы үй. Біресе ар жақтан санайды, біресе бер жақтан санайды. Бұнда айшырақтан мәселе. Скорый шақырса, сол үйді қалай тауып алады? Кездесу соңында әкім ешкімге уәде бермеді. Бірақ бір нәрсе анық, Оранғайдың мұңын айтып, шаршаған халық әкімнің баяндамасын емес, нақты іспен көрсетілген жұмысты күтетін сыңайлы. Халықтың арманы қағаздағы жоспар емес, жарығы жанған, суы бар, жолы тегіс, тіршілігі тынымсыз ауылда өмір сүру. Қарап отырсаңыздар, біршама жұмыстар атқарылды. Осында көптеген мәселе көтерілдік. Енді атқарылмай жатқан мәселелер де бар. Оған қазір біз құжаттардың барлығын дайындап, тиісті қаржыға қатысты мәселені қарап отырмыз.